Менің жастық шағым мына оңтүстік Қазақстан облысының бұрынғы Шәуілдір, қазіргі Отырар деген ауданында өтті. Шешем 8 жасымда қайтыс болды. Әкеміз 3 жасымда қайтыс болған. Содан кейін сол әркімнің есігінде болдық. Қоғамдық ойдың соңғы кездегі даму үрдісі дүниежүзінің халықтарын, оның ішінде қазақ халқында алғашқы бастауларына қайтып оралта бастады. Бүгін біздің ата-бабамыз біз дүниежүзілік өркениетқа қандай үлес қостық деген сұрақ туады. Осы сұраққа жауап беру үшін ең алдымен халықтың өзіндігі, оның өнері, жасампаздық жайында әңгіме қозғаған орынды сияқты. Қазақ халқы өз бастауын Әлкей Марғұлан айтқан алғашқы қарабайыр егіншіліктен, көне металлургиядан, малшы қауымнан бастағаны белгілі. Сонда біздің қазіргі өзіміз ие болып, мирас болып отырған дүниеміз осы сол заманнан бермен қарай біздің ата-бабаларымыздың Қазақстан жерін мекендеген әртүрлі дала тайпаларының мәдениетінің қосындысы, нәтижесі болып табылады. Егер мынау сәулет өнері жөнінде айтатын болсақ, қазақ халқы өзінің тарихының даму барысында киіз үйді былай қойғанда тұрғын жайдың бірнеше реттелген түрлерін өмірге келтірді. Оның ең ескісі, көнесі шошала болып табылады. Шошаланы қам-кесектен, тау қыштарынан, күйген кірпіштен, ағаштан қиып жасаған болатын. Бірақ соңғы кезде осы қазақ халқының өзі дүниеге келтірген тұрғын жайдың осы бір көне түрі бірте-бірте істен шығып қалды. Одан кейінгі тағы бір айта кететін нәрсе мынау қоржын үй. Қоржын үй сұлбасын белгілі қазақ сәулеткері Меңдіқұлов Қазақстандағы барлық құрылыстың нұсқаларынан, далалық қыстаудан, оңтүстіктің Жетісудың қарсы есіктісінен, Кендалдайда мекендеген қазақтар дүниеге келтірілген ағаштан соғылатын дүкен, қыстық, сол сияқты шарбақ үйден, Арал мен Каспий балықшыларының лашығынан, тағы да басқа құрылыстардан көргенін айтқан. Белгілі орыс тарихшысы Пруденко 20 жылдары ойыл мен сағыз бойын мекендеген қазақтардағы сәулеткерлікті тексере келе, осындай үй сұлбасының қазақ халқының өзіне ғана тән, басқа жерден алынбаған, басқа жұрттан ауыспаған, оған оның ата-бабасына кем дегенде осыдан 2000 жыл бұрын белгілі болған үй құрылысының нұсқасы деп дәлелдеген. Қазақ халқының өзіне тән құрылыс мәдениеті болған. Мысалға алсақ, күмбез тұрғызу дәшті қыпшақтан Орта Азияға, таяу шығысқа тараған дейді орыстың белгілі ғалымы, археолог Бернштейн. Қазақ жұртының арттырғаны рухани дүниедегі өзіндігі, жасампаздығы мен өнері. Ол тарих қойнауында қалған асылдарының орнын тарихи, мәдени ескерткіштермен, қол өнеріменен, суырып салма ақындығымен, шешендігімен, дәстүрлі салтымен толтырып келген. Маған халқымның рухани даму желісінің осындай өзіндік арқауы үзілмесе кетті деген ой үнемі туа береді. Өйткені Қазақстанда 25 мыңға жуық тарихи және мәдени ескерткіштердің
бар екендігі анықталған. Одан осы уақытқа дейін есепке алынғаны 7.000-ға жетер жетпес. Көпшілігі жылдан жылға құрып барады. Осыдан 5.000 жыл бұрынғы қоныстың орны Ботай, Көкшетау облысы, Сақ дәуіріне жататын Бесшатыр қорғаны, Талдықорған облысы, тағы басқа көптеген көне мұраның қазіргі халі өте нашар. Түркістандағы атақты Әзірет Сұлтан қорығында істеліп жатқан қайта қалпына келтіру жұмыстары қазір мардымсыз, мүлдем тоқтап қалған десек те қателесе қоймайтын сияқтымыз. Маңғыстау мен Үстіртте 10,5 мың тарихи және мәдени ескерткіштер бар. Мұндағы 600 зират Қазақстанның емес, ЮНЕСКО-ның қарауына тұрарлық ескерткіштер болып табылады. Осыларды қорғау, халық игілігіне пайдалану, болашаққа қалдыру бүгінгі күннің кезек күттірмейтін талабы болып табылады. Менің бұлай деп отырған себебім, қазақтың дәстүрлі мәдениеті құрып бара жатқан факторге жататын құбылыс. Өйткені қазіргі техникалық прогресс жағдайында жалпылама дамудың барысында бұрынғы қазақ халқының өзіне тән тұрмысына қажетті болған көп нәрселер істен шығып қалып отыр. Оларға солай деп қарайтын болсақ, ертең бұдан бір 10-15 жыл өткеннен кейін мүмкін сол тарихи мәдени мұраның қалғанынан да айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан мен біріншіден осы мәселенің осы жағына көңіл аударғанды жөн деп отырмын. Тарихи мәдени мұра дегеніміз ол тек қана сәулет өнері немесе тұрғын үй нұсқалары қана болып табылмайды. Бұған мынау әуездік аспаптар, халық билері, халықтың ұлттық киімі, тағы басқаларда жатады. С Узбекали Жанибековичем наш коллектив работает со дня основания нашей фабрики. С его помощью на фабрике внедрено разработанное кезден бері ынтымақтаса жұмыс істесіп келеміз. Оның жәрдемімен фабрикада біз кестемен әшекейленетін жаз көйлектің, күліш көйлектің, жөн көйлектің бірнеше үлгілерін ел ісінен шыға бастаған нымшамен қоса көйлек үстіне киілетін белдемше өндіріске енгізілді. Әсіресе бұрын сәукеле орнына келген өзімен аттас көне түркі бас киімнің пошымын сақтап қалған қасабаны игергенімізді ерекше мақтаныш тұтамыз. Осы бір этнограф өнер танушы ғалымның араласуымен біз ұлттық киім-кешекті оның табиғатын түсінбегендіктен мен мұндалап тұратын қошқар мүйізбен өрнектеуден арыла бастадық. Дәстүрлі қазақ бешпеттерінің шапандарының, түйе жүншекпенінің, тақия, жейде дамбалдың жекелеген нұсқаларын өндіріске енгізу фабрика коллективі үшін жаңа белес іспетті болды. Елдің елдігін, халықтың халықтығын, ұлттығын сақтап қалатын жалғыз құдірет бұл жалпы адамзаттық ұлттық игі қасиеттер болып табылады. Мәселенің бұл жағына біздің көп көңіл аудара беретін себебіміз, кейбір жолдастар қазақта домбыра мен қобыздан басқа музыка аспаптары болмаған дегенді айтып келді. Соңғы кездегі тарихшылардың, этнографтардың, археологтардың, әдебиет және өнер зерттеушілерінің зерттеу нәтижелеріне қарағанда бұл пікір теріске шығарылып отыр. Мысалы, халық әуез аспаптар жөнінде айтатын болсақ,
Бұл мәселеге белгілі аспап зерттеушісі профессор Болат Сарыбаев, ғылым кандидаты Омар Хаймолдин зор үлес қосты десек, қателесе қоймаспыз. Солардың зерттеп, жиған тергеннің нәтижесінде қазір 30-дан астам халық әуез аспаптары Қазақстанның халық әуез аспаптары музейінде қойылып, жұрт игілігіне қызмет етіп отыр. Осы музей қалай өмірге келді деген сұрақ туады кейде. Ол музейді алғашқы жасағанда әуелі сол әуез аспаптарын алып кеп, әр жер келіп қойып, мынау домбыра, мынау қобыз, мынау шертер деп жазып қойды. Ал енді аспаптың өзі өлі экспонат болғандықтан, одан ешқандай эстетикалық тәлім тәрбие алу қиын екендігі көріне бастаған соң, оның астына сол аспапта ойнайтын адамдардың суреттерін, ұлттық киімдерді кигізіп, іліп қоюға тура келді. Бірақ одан да жақсы нәтиже шықпады. Содан кейін барып, астына музыка, магнитофонға жазып алған дыбыс беру жүйесі орналастырылды. Бұдан да жақсы нәтиже шыға қоймағаннан кейін, сол музейде істейтін ғылыми қызметкерлерден халық аспаптар ансамблін құруға тура келді. Осылайша Қазақстанның халық аспаптары музейі, оның жанында сазген этнографиялық ансамблі өмірге келді. Қазір халық аспаптар музейі де, сазген ансамблі де, одан кейін де бірнеше ансамбльдер құрылды. Олар халық игілігіне қызмет істеп, жұртшылықтың құрметіне бөленуде. Біз қанша тырмыссақ та соңғы кезге дейін қазақта би болмаған деген қисынсыз пікірден арыла алмай келе жатырмыз. Қазақта би болған, би болмаса би деген сөз қайдан шықты? Не болмаса біздің мәдени мұрамыздағы би күйлері деген күйлер қайдан шықты? Биші деген қайдан шықты? Қазақ халқында би аз болмаған, бірақ оның Александр Татаевич сияқты жанкүйері, жинаушысы болмаған болуы ықтимал. Энтузиастом восстановления подлинного народного творчества явился огромный знаток народного творчества вообще, и в частности плясового, Узбек Али Джанибекович Джанибеков. Қайтадан қалпына келтірген қазақ өнерінің нағыз жанашыры Өзбек Али Жанибекұлы Жанибеков. Менің ол кісімен таныстығым 1972 жылдан басталады. Сол жылы Торғай облысына алғаш келгенде, мені ең бірінші ел арасына апарып, қайталап айтам, ел арасына апарып, профессионалды бишілермен емес, қарапайым халық арасындағы көнегөз қариялармен, халық бишілермен таныстырды. Маған олар ұмыт бола бастаған қазақ биінің ырғақтарын, қимылдарын қаз қалпында ештеңесін өзгертпей көрсетті, үйретті. Осыған байланысты зерттеуші Арынованың пікірін мен қолдар едім.
Ол кісі айтқан соңғы кезде ашылып жүрген қазақ билерінің түрлері ол бидің элементтері ғана емес, өте ерте заманнан келе жатқан нағыз халық билерінің нұсқасы деген. Осыған дәлел ретінде мен бір-екі мысал келтірейін деп едім. 1987 жылы маған Алматы облысының Нарынқол ауданына баруға тура кетті. Сонда бір екі кісі қазақтың буын биі деген биді билетті. Бұл екеуі де колхоз стройдың жұмысшылары болады. Біреуі 52 жаста, біреуі 42 жаста. Біреуі домбыра тартса, екіншісі билейді, екіншісі домбыра тартса, біріншісі билейді. Содан осы екі жігітті маған Алматыға шақыруға тура келді. Бірақ өкінішке орай біздің балет мейстерлердің тарапынан соған деген құштарлық көрілғанымыз жоқ. Тек қана москвалық педагог хореограф Қазақ СССР-ның мәдениетін еңбегі сіңген қайраткер Ольга Всеволодовна Галушкевич қана сол биді жазып алып, оған аранжировка жасап, қазіргі Алтынай ансамблінің аса дарынды бишісі Талант Қылышбаев билеп, оны халық өте асқан құрметпен қабылдап жүр.